Достар, бүгін біз сіздермен әрине тамақ емес талқылайтын тақырып бөлісетін видеомыз. Біз сіздермен күнделікті өмірде біз қолданып жүрген сағыздарымызға қатысты әңгіме қозғаймыз. Сол бізде қазір көбінесе дүкен сөрелерінен көретініміз орбит және дирол сағыздарын көреміз. Әртүрлі дәммен, әртүрлі ашқысы керек па, тәттісі керек па, сізге қарбызбен керек па, алмұртпен керек па, тағы да басқа нәрселермен керек па, қосындысы мятамен керек па, морозная мята деп жатамыз. Кез келген түрі қазір қорабы да әртүрлі осындай қаптап кеткен. Бірақ енді айта кеткім келіп тұрған жағдай, сіздерге ой салғым келіп тұрғаны, сағыздың сыртын қарасаңыздар мұқият. Диролда қазір мүмкін ол мода деп сәнге айналған нәрсе болуы мүмкін. Диролда жоқ, орбитта бар. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай халал деген белгісі бар. Осыны айтқым келді. Сіз қандай сағыз шайнайсыз? Немесе егер халал сағызды таңдаған болсаңыз, бұл шынымен халал сағыз ба?